Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі видеоның тақырыбы қияр жайында болмақ. Достар, видеоны көрмес бұрын алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Себебі бұдан кейінгі шығатын пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмайтын боласыз. Қияр ең ежелгі көкөністі өсімдіктердің бірі. Ол 3000 жыл бойы танымал. Ол кәді, самсар сияқты асқабақ тұқымдас бір жаздық дақыл. Орта ғасырда гректерден славян халықтары қияр деген атты алғаны белгілі. Гректердің аугурос, агурец, аорос сөзі піспеген, пісіп жетілмеген деген мағынаны береді. Жаңа жыл санауымызға дейінгі 5000 жыл бұрын осы аймақтарда өсіре бастағаны белгілі. Осы аймақтардан жерорта теңіз елдеріне, батысқа, шығысқа да тарала бастаған. Ертедегі Египетте, гректерде, римдіктерде қияр өсіруді әдеттегідей қарапайым жұмыс деп есептеген. Олар қиярды дәмді тағам деп санаған. Қиярдың емдік шипалық қасиеттерін антик дәуірінен-ақ білген. Гиппократ жас қиярдың жемісін өкпе ауруын емдеу үшін тағамға көбірек пайдалану пайдалы деп есептеген. Қияр жемісіндегі пайдалы калий элементі адам ағзасынан артық су мен ас тұзын шығаруға әсерін тигізеді және жүрек тамыр жүйесінің нығаюын күшейтіп жақсартады. Қияр жемісін тағамға пайдаланғанда атеросклерозға, толысып семіруге, қан қысымының көтерілуіне қарсы қолдануды ұсынады. Сондай-ақ асқазанды жеңілдетіп босатуға, өт пен зәр жүргізуге жақсы әсерін тигізеді. Адам ағзасының буындарында тұз жиналғанда қиярды бал немесе қант қосып тағамға пайдалануды ұсынады. Қияр жемісінен алынған жас шырынды ішуде өте пайдалы. Қияр жемісінің шырынындағы болатын органикалық қышқылдарды басқа дақылдардың құрамынан кездестіруге болмайды. Сондықтан осыны ертедегі римдіктер зәмзәм суына теңестірген. Қиярдың шырыны. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Мысалға, 10 ғасырда жазылған «Прохладный Ветроград» атты орыс кітабында қиярдың шырыны өте пайдалы деп айтылған. Халық медицинасында ішек, асқазан, шаншып ауырғанда тыныштандыратын әрі ауруды басатын дәрі ретінде қияр шырынын ұсынады және шемендік жүрек ауруларына байланысты ісінгенде емдеуге пайдаланылады. Жоғарғы тыныс жолдарына, жөтелге қарсы қияр шырынына бал қосып ішкенде жақсы әсер тигізетінін анықтаған. Қиярдың шырынын ауыр қол жұмыстарындағыларды инфаркті миокардадан сақтандыру үшін өте пайдалы деп ішеді. Оның үстіне ол нерв жүйесін тыныштандыруға және оны нығайтуға әсерін тигізеді деп тұжырымдайды. Тәулігіне 100 мл қияр шырынын ішуді ұсынады. Осыны басқа қара қарақат, алма, қызанақ және шырындарымен қосып пайдаланғанда әсерлік күштері арта түсетіндігі анықталған. Кавказ халықтарының медицинасында пісіп жетілмеген қияр жемісінің сабағы мен жапырақтарының қайнатпасымен сары ауруды, бауырдың ауруын емдеуге ішкенді ұсынады. Қияр тұқымдарының қайнатпасын бүйрек және қуық ауруларын емдеуге сүргі дәрі ретінде пайдалануға кеңес береді. Жас қияр шырыны емдік сақтандырғыш және әдемі сәндік дәрісі ретінде жоғары бағаланады. Бет терісін ағартуға, уылжытып тонусын жақсартып, оған күліңгір бархат түс беруге әсерін тигізеді және осымен қатар бөртпелерді, секпілдерді, безеулерді, пигмент дақтарын жоюға жақсы әсерін тигізеді. Соңғы кездері қияр жемісінен және басқа да асқабақ тұқымдас дақылдардан табылған кукурбитационды патологиялық тікан рак ауруының өсіп тарауын тоқтататын мүмкіндігі анықталды. Қияр тамырынан алынған сығындысын спидтің дамуын тежеп тоқтататындығы мерзімді баспасөз мәлімдемелерінде жарнамалап жүр.
Қазіргі медицина мамандарының тұжырымдамасында қиярдың құрамындағы никотин сияқты зат бар. Темекі тартуды қойғысы келгендерге қиярдың жас жемістерінен бастап маринадталған, консервіленген және тағы басқа тағамға пайдалануды ұсынады. Осымен қатар тағы да осы зат Альцгеймер ауруына қарсы тұратындығының анықталған. Қияр жемісіндегі күкірт шаштың түсуінен сақтандырады, тістің, тырнақтың жағдайын жақсартады, дейді мамандар. Қияр жемісінің тағы бір құндылығы құрамындағы йодтың жеңіл сіңірілуінде, ал осы микроэлемент қалқанша безінің жақсы жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Арықтаудың ең оңай түрі қияр жеп арықтау. Бұлай арықтау еш қиындық тудырмайды. Жасыл қияр дәмді ғана емес, денсаулыққа өте пайдалы. Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың құрамында калория аз болады, сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға 2-3 сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар, көкөністің бұл түрі белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Қияр жеп арықтауды қолға алған адам 3 күннен соң артық салмақтан арыла бастағанын байқайды. Қарапайым қиярдың күнделікті пайдасы. Ауыр жұмыс күнінен шаршап келдіңіз бе, кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қиярды тазалап жеп көріңіз. Құрамындағы Б дәрумендер топтамасы көмірсутектер сізді бірнеше сағатқа энергиямен қамтамасыз етеді. Кішкене әжім мен целлюлитке қарсы қымбат кремдерді алудың қажеті жоқ. Қиярдың бір тілімімен теріңізді сүртуді әдетке айналдырыңыз. Келешекте бұл сіз үшін қиын мәселе болмайды. Қияр құрамындағы фитохимиялық заттар теріні берік қылып, целлюлит пен әжімдерден сақтап қалады. Шаршадыңыз ба? Ұйқы алдында бір қияр жеп алыңыз. Ол ағзаңызға қажетті мөлшерде қант, дәрумендер мен электролиттер береді. Оның арқасында таңертең көзіңіз іспей, басыңыз ауырмай, сергек оянасыз. Үйге шаршап келдіңіз бе? Қиярды текшелерге бөліп қайнап тұрған суға бір қайнатыңыз. Осы судың буымен дем алсаңыз, қиярдағы пайдалы заттар буымен беріліп бойыңызды сергітеді. Жағымсыз иістен қалай құтыламыз? Тамақтанғаннан кейін қиярдың бір тілімін тіліңізбен таңдайыңызға жабыстырып, осылайша 30 секунд тұра тұрыңыз. Осылайша ауыздағы жағымсыз иісті қоздыратын бактерияларды өлтіресіз. Бас ауруынан құтылу үшін бірнеше тілімін жесеңіз жеткілікті. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсағырақ. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Шоңғылша, яғни раковинамен айналарды тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт құмырсқа үшін бірнеше тілімді алюминий табаққа немесе қабыршық қағазға немесе топыраққа орналастырады. Қорыта айтқанда, адам ағзаларының қалыпты қызмет етіп, қолайсыз жағдайдан қорғанышты қасиетінің арта түсуінде қиярдың да орны ерекше. Қиярды бүкіл әлем жейді. Иранда оны десерт ретінде де қолданады. Қияр құрамының негізін су құрайды. Сонымен қатар бұл көкөністе А, Б, С, Е, К дәрумендері мен кальций, фосфор, магний, темір, натрий, хром, хлор, марганец, никель, кремний және калий минералдары бар. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Қиярдың құйрығына қараңыз, ол серпінді болу керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтар да нитраттың көп мөлшерін білдіреді. Химикаттардың көп мөлшері қиярдың қабығына және екі ұшына жиналады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер қиярды бақшада өзіңіз өсірсеңіз, онда қабығымен жеген пайдалырақ. Достар,
Бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы.